Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіріңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгін біз балалар сіздермен 43-ші сабақ қызықты балалық шақ тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтіннің үзіндісін суретпен салыстырамыз және де өз ойымызды пікірімізді айтуға дағдыланатын боламыз. Бірінші тапсырма: қиындыққа тап болғанда адамды құтқаратын қандай жануарларды білесің? Балалар, бізде қиындыққа тап болғанда құтқаратын жануар ол ит, және де ат. Ат бізді кез келген жерімізге жеткізе алатын жануар, Шөмішбай Сариев, ақын, туған жеріндегі Арал теңізі туралы «Сағынышым теңіз», «Теңізден соққан жел» атты шығармалар жазған. Ол 1946 жылы дүниеге келіп, 2021 жылы дүниеден озды. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Балалық шаққа саяхат. Шіркін, балалық шақта не болмады? Біздің ауыл құмға бай, денеге жұқпайтын аппақ шағыл құм. Онда адыраспан көп өседі. Балалар құм арасында адыраспанды паналап, жасырынбақ ойнайды. Құмда жүретін улы жыландардан еш қорықпаймыз. Улы жылан құмның астына кіріп шығып жүреді. Ал судағы у жоқ, шақпайтын жыланды қолымызбен ұстап ойнаймыз. Ауылдың түйелері көлде жүріп пішен жейтін. Жерде көлдің ортасына барып, қармақ салдым. Кенет қатты соққан желден қайығым аударылып кетті. Суға ағып кете жаздадым. Су бетінде қарманып, жанталастым. Сол кезде бір түйе жүзіп келіп, мені өркешіне отырғызды. Жағаға алып шықты. Сонда түйенің адам баласына бауырмал жануар екеніне көзім жетті. Міне, менің балалық шағым қызықтарға толы көгілдір көлде өтті. Сол көлдің жағалауында, сол аралдарда, сол жолдарда қалды. Мәтіннің авторы Шөмішбай Сариев. Балалар, енді осы мәтінде берілген сөздіктерге назар аударайық. Шағыл құм дегеніміз көлдің жағалауындағы майда құм дегенді білдіреді. Адыраспан, иісі өткір дәрілік шөп. Пішен, су ішінде өсетін құрақ шөп. Келесі тапсырма бізде көлдің ортасында болған оқиғаны суретпен салыстырып әңгімеле. Ауылдың сипатын тауып оқып бер. Балалар, мәтінде бізде бала жаңағы балық аулау үшін көлге барады, Ол көлдің ортасына келген кезде жаңағы қайығы аударылып кетеді, Сол кезде суға батып кете жаздап жатқан кезінде не істейді? Бізде түйе көмекке келеді, Осылайша түйе баланы батып бара жатқан судан аман-есен өркешіне отырғызып алып шығады, Осы кезде бала бізде не істейді? Таңданады, Ой Алла, шіркін-ай, осы түйе де адамға өте қамқор жануарлардың бірі екен ғой деп өз-өзіне таңғалады. Екінші сұрақ бізде ауылдың сипатын тауып оқып бер болатын, Біздің ауыл құмға бай, денеге жұқпайтын аппақ құмдары өте көп дейді, Онда не өседі дейді? Онда адыраспан өседі дейді, Осы адыраспанның артына балалар тығылмаш ойнайды екен, Және де ол жақта жыландар өте көп болады екен, Және де ол жыландарды ұстап балалар ойнайтын болған, балалар. Мінекей, кішкентай бала өзінің ауылын осылайша сипаттайды, Енді келесі тапсырма бізде 4-ші пікіріңді айт. Әңгіменің мазмұнынан сені не таңғалдырды? Бұл жерде балалар мені таңғалдырғаны балалардың шөгіп бара жатқан баланы көріп көмектескен түйе мені таңғалдырды. Ой Алла, түйе де осылайша адамға өте жанашыр жануар екен ғой деп мен де қатты таңғалғаным бар. 5-ші тапсырма:
баланың қай ойыны қауіпті? Бұл жерде балалар жыланды қолдарымен ұстап ойнауы өте қауіпті, иә балалар. Жыланды қолмен ұстауға болмайды. Жыланның уы өте қатты, иә балалар, ол шағып алса, адам өліп кетуі мүмкін. Сондықтан да жыланды қолмен ұстауға болмайды. Қорытындыла, кейіпкерге қандай сақтық ережесін айтар едің? Бірінші, балалар, жыланды қолмен ұстамау керек. Екінші, ағын суға жалғыз түспеу керек, балалар. Ағын суға жалғыз түссеңіздер, дәл осы бала сияқты болса, ағып кетулеріңіз мүмкін. Үй тапсырмасы: отбасыңдағы үлкендерден балалық шағы туралы сұра. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз сіздермен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды және де ұнады деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.